Бәрі дайын. Өмір болмайды. Мінсіз сәт болмайды. Қорқасың ба? Сонда да жаса. Жол жүре келе ашылады. Әлеуметтік желідегі өмір шынайы өмір емес. Инстаграмдағы әдемі кадрлар. Бұл тек ең жақсы сәттердің жинағы. Ол жерде ешкім өз күресін, көз жасын, сенімділігін көрсетпейді. Салыстырудан аулақ бол. Сенің жолың ерекше. Қателіктер өсу нүктесі. Қателессең қорықпа. Бұл өмірдің бір бөлігі. Сәтсіздік бұл сынақ емес, сабақ. Әрбір сүріну саған тәжірибе береді. Қайта тұру нағыз мықтылық. Өзгелердің пікіріне тәуелді болма. Ата-ана, достар, қоғам не десе де, бұл сенің өмірің. Бәріне ұнауға тырысу, өзіңді жоғалту, ішкі дауысқа құлақ тұр. Сен не қалайсың? Өз таңдауың үшін жауап беретін де өзің. Денсаулық бірінші орында тұру керек. Кейде жастық пен ұйқыны құрбан етіп, дұрыс тамақтанбай, күйзелісті елемей кетеміз. Ал денсаулық болашақтағы бар мүмкіндігіңнің негізі. Психикалық және физикалық сауығыңа қазірден бастап қамқор бол. Ортаң өзгереді, бұл қалыпты. Мектептен кейін кей достар алыстайды. Сен де өзгере бастайсың. Кейде жалғыз жүргендей боласың, бірақ бұл өзіңді табатын кезең. Ересек өмір оңай емес. Жаңа жауапкершіліктер, ақша табу, уақыт басқару, өз бетіңмен шешім қабылдау бәрі қиын. Бірақ бұл сенің мықтырақ етеді. Қорықпа, әр қиындықтың артында өсу жатыр. Бақыт ішкі дүниеден басталады. Материалдық нәрселер уақытша қуаныш. Нағыз бақыт, шүкіршілік, өзіне деген махаббат пен тыныштықтан басталады. Қанша ақша тапсаң да, ішің тыныш болмаса, бақыт сезімі келмейді. Сыртына емес, ішкі әлеміңе жұмыс істе. Өзіңде түсінген сайын бәрі жеңілдейді. Уақыт ең қымбат ресурс. 18 жаста уақыт шексіз сияқты көрінеді, бірақ ол тез өтеді. Уақытыңды құр босқа емес, дамуға, өзіңді табуға, жаңа дүниелер үйренуге жұмса. Көбірек оқы, көр, сынап көр. Бұл сенің алтын кезеңің. Студент болып жүрсең де жұмыс жаса. Ой, кейін де жұмыс жасап үлгересің. Қазір өмірден ләззат ал деп айтып жатады. Мен керісінше айтар едім. Жас болғанда бәрін көр, жұмыс жаса. Кейін диплом алып, не істеймін деп отырмас үшін, оған дейін гибкий болып, өзіңді табуға тырыс. Ақшаның бір бөлігін міндетті түрде жина. Айына 40 000 теңге стипендия алсаң да, 200 000 теңге тапсаң да, қауіпсіздік әрқашан керек. Сен ақшаға емес, ақша саған жұмыс жасайтындай болсын. Тісіңе көңіл бөл. Денсаулықты емдеудегі ең қымбат нәрсе. Сондықтан жарты жылда бір рет стоматологияға бар. Егер тісің түзу емес болса, брекет тақ. Әдемі сау күлкі адамның ажарын ашады. Дұрыс орта қалыптастыр. Айналадағы мықтысы емес, әлсізі бол. Сол кезде ғана өсесің. Қазір араласатын топ 5 адамның алдағы 5 жылда кім болатыныңды шешеді. Ұйқыны ретте. Ерте жатып, ерте тұр. Ұйқысы дұрыс емес адамға ақшада, идеяда келмейді. Ал рызық таңда таратылады. Күніңді жоспарла. Шүкіршілік, салауат дәптерлерін жазып баста. Ата-анаңмен, бауырларыңмен тату бол. Сен үшін барын берді. Тіпті артығымен басқасын талап етпе. Оларға ештеңені үйретпе. Жай бала рөлінде қалуды үйрен. Алғаш табыс тапсаң да, бірінші өз дамуыңа жұмса. Оларды ақшамен емес, шын сөзбен қуантуға тырыс.